Сәлем балақай. Бөбек ТВ каналына қош келдің. Ал біз бүгін біздің балақайлардың жаздағы жинаған жеміс жидектерін қараймыз, танысамыз. Ал ендеше кеттік. Кеша, Саня, Точка, Лисичка, жаз бойы екенімізді енді орап танысайық. Бізде қандай жеміс қоры бар екен? Я, әрине, мен жаз бойы сол жеміс жидектерді жинаймын деп жаңа машиналар құрастырдым. Ал Лисичка болса, мен жеміс жидектерден сендерге тәтті бәліш жасаймын. Жаз бойы тынбай жұмыс істедіңдер, ал енді күзде рахатын көреміз. Я, әрине, мен де жегім келеді тәтті бәліш. Цып-цып. Ципа да жақсы көреді тәтті бәлішті. Барлығынан көп жейтін цып-цып. Ал ендеше қарайық. Мінекей, біздің бір арба жеміс жидектеріміз келді. Көкөністеріміз де бар. Кәнекей, мәссаған, қаншама көп. Бір-бірлеп алып кесейік. Ол үшін бізге тақтай керек. Мінекей, мәссаған, керемет. Және де балақай, сендерді бір жолата жеміс жидектермен, түрлі дақылдармен таныстыратын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші шыққан бұл қарбыз. Қарбыз сырты жасыл, іші өте тәтті болады. Ал ендеше кесіп қарайық. Мінекей, іші қызыл, қарадан дері бар, өте тәтті. Ал осы дақыл бізде жүгері. Кесіп қарайық. Жүгеріні қайнатып пісіріп жегенде өте дәмді, немесе жүгеріні консервілейді. Оппа! Мінекей, жүгеріміздің іші. Ал келесі дақыл бізде жидек. Құлпынай. Өте дәмді құлпынайды барлық балалар жақсы көреді. Іші қызыл, сырты қызыл. Сыртында кішкене тікендері бар, тұқымдары бар. Кәне кесіп қарайық. Мәссаған, іші қызыл, әрине дәмді. Ал келесі банан. Бананды барлығы жақсы көреді. Кесіп қарайық. Бананның дәмі ерекше болады. Өте тойымды. Ал келесі алма. Алманы да барлық балалар жақсы көреді. Алманың құрамында темір көп, өте пайдалы. Алманы көбірек жеңдер. Кәне кесіп қарайық. Ал іші ақ болады. Келесі лимон. Лимонның дәмі өте қышқыл болады. Бірақ сусыны өте көп болады. Өте пайдалы. Кәне кесіп көрейік. Міне лимонның іші. Ал келесі бізде шабдалы. Өте пайдалы. Шабдалының сусынынан түрлі сусын түрлерін жасайды. Кәне кесіп көрейік. Оппа! Міне іші осындай болады. Өте дәмді, дәмі ерекше. Ал түсі сарғылт қызыл. Жасыл жапырағы да бар екен. Ал ендеше балалар, бүгін біз бір үлкен арбаның ішінде жиналған жеміс жидектердің түрлерімен, көкөністермен таныстық. Бұның барлығын екен осы балақайлар. Еңбек етсең, ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақал-мәтел бар. Ал ендеше балақай, келесі топтамадағы видеоны көргің келсе, каналымызға жазылып лайк басуды ұмытпа. Сау бол!